жұмыс дегеніміз қысқаша ол күштің, оны біз мынандай W деген нені қолданады, символды, немесе A деген символ қолданады жұмыстың сипаттау үшін. Біз W-ді қолданайық, өткен W ол ағылшынша сөзден шыққан, work деген жұмыстың ағылшынша мағынасы, переводы work, сондықтан W-ді қолданады. Біздің SNG-де көбінесе an деген символды қолданады. Ол символ, ол өте қатты маңызды емес, қайсысын қолдансаңыздар да. Біз W-ді қолданайық. Жұмыс ол тең, оның сипаттамасы теңдеуі, күш көбейтілген орын ауыстыру. Қысқаша осы. Енді біз бұл сабақта осы формуланы, осы теңдеуді қалай қолданамыз, қандай жағдайлар кездесуі мүмкін есеп шығарған кезде физика есептерінде, сол туралы қысқаша түсіндіреміз. Жалпы жұмыс деген не ол? Жұмыс деген ол энергия. Яғни бұл жерде көріп отырсыздар, күш бар. Яғни біреу бір зат немесе бір кісі бір затқа күш әсер етуі мүмкін. Мысалы, бір адам болсын, ол адам мынандай бір зат болсын, осы затты F деген күшпен тартады. Бұл зат қозғалуы мүмкін. Егер ол қозғалды және ол бір X деген қашықтық жүрді деп елестетейік. Бұны тартқан адам, бұл F деген күшті әсер еткен адам шаршайды ғой. Ол тарту үшін, бір затты бір жерге жылжыту үшін энергия жұмсайды. Сол энергияның түрі бұл жағдайда жұмыс деп аталады. Яғни жұмыс энергияның бір түрі, былайынша айтқан кезде. Сондықтан сол адамның қанша энергия жұмсайтынын анықтау үшін біз жұмыс арқылы анықтаймыз. Яғни сол F көбейтеміз X-ке. Орын ауыстыруына, көп жағдайда бұл орын ауыстыру жүрген жолына тең. Мысалы, мына жағдайда. Енді сан мәніне келейік. Мысалы, 10 ньютонмен біз тарттық, және ол 2 метрге қозғалды. Демек, бұл күштің жасаған жұмысы, яғни немесе осыны тартқан адамның жасаған жұмысы, немесе жұмсаған энергиясы неге тең? Мына теңдеуге сәйкес күш көбейтілген жол, және осы жерден о неше шығады? 10 көбейтілген 2 метр, сонда жұмысы 20 жол шығады. Жұмыс ол энергия болғаннан кейін, энергияның өлшем бірлігі жол. Немесе оны былай да жазуға болады. Ньютон көбейтілген метр деп те қалдыруға болады. Ньютон метр ол негізі жол. Яғни бұны тартқан адам 20 жол жұмсау керек, чтобы мына затты 2 метрге жылжыту үшін. Енді бұл жерден не түсінеміз? Яғни жұмыс болу үшін күште болу керек, және орын ауыстыру болу керек. Кейде болады мынандай жағдайлар. Мысалы, бір стена бар. Мындай стена болсын. Стена, білесіздер, қозғалмайды. Бір адам оны бір F деген күшпен былай қарай итерсін, ал стена қозғалмайды. Демек, бұл адамның жасаған жұмысы неге тең болады? 0-ге тең болады. Өйткені күші бар, мысалы 100 ньютон болсын. Бірақ бұл стена қозғалмағандықтан, бұл адамның жасаған жұмысы неге тең болады? 0 жолға болу керек. Бұл жерде не түсінеміз? Жұмыс жасалыну үшін күш болу керек, және сол күштің бағытында ол қозғалу керек. Бұл жерде ключевой момент, сол күштің бағытында қозғалу керек. О не деген сөз? Соны қысқаша қазір түсіндіруге тырысамыз. Тағы да бір мысал келтірейік. Осы мысал жаңағы осы жерден бізде тағы да қандай күштер бар? Мынау бізде не болсын? Пол болсын, стол болсын, бір жердің үстінде тұр. Және бұған тағы да басқа күштер әсер етеді. Ол білеміз, өзінің салмағы және жоғары қарай реакция күші бар. Салмағы, мысалы, массасы 1 килограмм болсын, демек салмағы 10 ньютон, реакция күші де 10 ньютон болады. Енді сұрақ, біреу 10 ньютонмен тартты, ол 2 метр қозғалды, сол условиялар қалсын. Барлық күштерді анықтау керек.
барлық күштерді емес, кешіріңіздер, барлық жұмысты. Бұл жерде үш күш көріп тұрмыз: F, реакция күші және салмақ. Демек, бұл жерде үш жұмыс бар. Жұмыс 1, ол мына күш тарапынан пайда болған жұмыс. Екінші жұмыс ол реакция күші тарапынан пайда болған жұмыс. Үшінші ол мына салмақ тарапынан пайда болған, немесе салмақтың жасаған жұмысы. Былайша айтқан кезде қанша күш бар, сонша жұмыс жасалынады. Енді мына біріншісі, ол мына күш тарапынан жасаған жұмыс, оны біз міне есептеп қойдық, ол 20 джоулға тең. Екіншісіне келейік. Ол реакция күшінің жұмысы, яғни 10 ньютон, реакция күші 10 ньютон ғой. Көбейтеміз, осы бағытта қанша метр қозғалды. Мына реакция күшінің ол жоғары бағытталған, осы жоғары бағытта ол қанша метр қозғалды? Ол әрине 0 метр. Өйткені ол тек қана горизонтальный қозғалды, вертикальный қозғалған жоқ. Яғни реакция күшінің жасаған жұмысы 0-ге тең бұл жағдайда. Үшінші жұмыс, ауырлық салмағының жасаған жұмысы, ол да дәл осы логикамен, ол да күш 10 ньютонға тең, бірақ ол вертикаль бағытта, салмақ төмен бағытта алған, бірақ ол төменге қарай қозғалмайды. Демек, оның да жұмысы 0-ге тең. Яғни бұл жерде ұғатын нәрсеміз, күш әсер еткен бағытта қозғалу керек. Және сол күштің бағытында қанша метр қозғалды, соны біз ескереміз. Тағы да мысалдар келтірейік. Мынандай бір зат болсын. Мынау бір жазықтықта бір столдың үстінде тұр деп есептейік. Бұған әсер ететін күштерді белгілейік. F1 деген күш бар. 2 ньютонға тең болсын. Оңға қарай тағы да F2 деген күш болсын. Ол 4 ньютонға тең. Артқа қарай F3 ол тең болсын. Мысалы 3 ньютонға. Бұл белгілі қайда қозғалады? Оңға қарай қозғалады. Өйткені оңға қарай әсер ететін барлық күш 6 ньютонға тең. Артқа қарай 3 ньютон. Демек, бұл оңға қарай қозғалады. Және бұл қозғалсын бізде 5 метрге. X тең 5 метрге. Енді сұрақ қайтадан осы барлық күштердің жеке-жеке жұмыстарын анықтау керек. Бірінші не істейміз? Қанша күш бар, соны анықтау керек. Осы денеге әсер ететін. Суретте үшеуі көрсетілген. Тағы да екеуі бар. Ол өзінің ауырлық салмағы және жоғары қарай реакция күші. Бұл жерде түсінікті. Бұл тек қана горизонталь бағытта қозғалады. Сондықтан орын ауыстыру тек қана горизонталь бағытта. 1, 2, 3, 4, 5. 5 жұмыс бар. Өйткені 5 күш біз санадық бұл жерде. F1 тарапынан жасалынатын жұмыс, ол W1 дейік, ол F1 көбейтілген X. X1 дейік, ол неге тең? 2 ньютон көбейтілген 5 метр, ол тең болады 10 джоул. Енді F2 тарапынан жасалынған жұмыс, оны W2 дейік, ол F2 көбейтілген X2 деп белгілейік. Ол неге тең? 4 ньютон көбейтілген 5 метр, ол шығады 20 джоул. F3 тарапынан жасалған жұмыс, ол W3 дейік, ол F3 көбейтілген X3 дейік. F3-іміз бізде ол 3 ньютон, X3-іміз бұл жерде -5. Бұл жерде өте мұқият болу керек. Неге -5? Өйткені ол F3 3 ньютон бізде солға қарай тартып жатыр, бірақ сонда да зат оңға қозғалып жатыр. Яғни теріс бағытта қозғалып жатыр. Сондықтан бұл жұмыс теріс болады. Сол кезде бізде жұмыс -15 джоул шығады. Енді салмақ тарапынан жасалған жұмыс, оны W4 дейік, ол салмағы көбейтілген салмақтың бағытында қозғалған орын ауыстыруы X4 дейік. Ол неге тең болады? Массасы бұлда берілмеген, ол маңызды емес, өйткені біз оны неге көбейтеміз? 0-ге. Өйткені
салмағы төмен бағытталған, вертикальный төмен, ол вертикальный төмен қозғалмайды, орын ауыстырмайды, орын ауыспайды, сондықтан ол нөлге тең. Және соңғысы қалды, реакция күші тарапынан жасалған жұмыс, оны W5 дейік, реакция күші көбейтілген X5, яғни реакция күші бағытында орын ауыстыруы, қайтадан ол да не болады, көбейтілген 0 болады. Енді жалпы күш болса, жалпы жұмыс болса, ол түсінікті, барлық жұмысты қосуымыз керек. Толық жұмысты табу үшін ол жерде сонда неше шығады? 10 қосылған 20, қосылған -15, қосылған 0, қосылған 0. Сонда жалпы жұмыс бізде неше шығады? 30 азайтылған 15 джоул екен. 15 джоул. Енді жұмыстың теңдеуін айттық, күш көбейтілген орын ауыстыруы, қай жағдайда жұмыс теріс сан болады, оны да түсіндірдік. Егер күштің әсер еткен бағытына қарсы қозғалып жатырса, демек жұмыс ол теріс болады. Енді тағы бір есеп шығарайық. Сол бұрынғы біздің затымыз бар, оған күш бізде мына бағытта әсер етсін, F тең болсын 20 ньютон, мына бұрышымыз біздің 30 градус болсын. Және бұл зат бізде горизонталь бағытта қозғалсын 10 метрге. Сұрақ, жалпы жұмысты табу керек. Енді бұл жерде бағана алдыңғы есепте біз салмақтың, реакция күшінің жұмыстарын анықтадық, ол 0-ге тең. Сондықтан бұл есепте де ол 0-ге тең болады. Өйткені бұл есепте де зат тек қана горизонталь бағытта қозғалады. Демек, салмақтың, реакция күшінің жұмыстарын анықтаудың ешқандай пайдасы жоқ бізге. Ол итакты 0-ге тең. Қайтадан шығармай қояйық. Енді мына күш көріп отырсыздар, қисық жоғары қарай бұрыш жасап тартылған. Демек, бұл күштің несі бар? Реакция компоненттері бар. Сол компоненттерін, құраушыларын есептеп алайық. Горизонталь бағытта бізде не болады? F косинус 30 болады. Вертикаль бағытта F синус 30 болады. Және бұл денеге астыға қарай салмағы бар, жоғары қарай тағы да реакция күші бар. Және бұл дене тек қана горизонтальный бағытта қозғалатын белгілі 10 метр. Демек, мына реакция күшін және F синус альфа, ол да бір күш. MG үшеуінің жұмысын біз есептемейміз, өйткені ол итакты 0-ге тең. Өйткені вертикаль бағытта қозғалмайды. Сондықтан демек, жалпы жұмыс неге тең? Тек қана F косинустың жұмысы. Ол неге тең? F косинус 30, бұл бізде горизонталь бағыттағы күш. Және осы бағытта бұл 10 метр жүрген, демек теңдеуіміз осындай болады. Мынау бізде күш, F косинус деген горизонталь бағыттағы F1 дейік мысалы. Ол F косинусқа тең. Енді сан мәнін есептейтін болсақ, F косинус 30 көбейтілген X, яғни 20 ньютон көбейтілген косинус 30. Косинус 30 ол бізде тең болады 0,866 жобамен. Көбейтеміз 10 метр. Осы жерден бізден жауап шығады 173,2 джоул. Енді жұмысты график арқылы, график методымен шығаруды түсіндірейін. Мысалы бізде айталық F күшпен орын ауыстырудың графигі берілген. F пен X. Және бір денеге тұрақты күш әсер етіп жатыр. Тұрақты күш ол мынаған тең болсын. Мысалы 5 ньютон. Мына ньютон дейік. Күш ньютонмен берілген, орын ауыстыру метрмен берілген. Яғни бұның суретін анықтайтын болсақ, суретін сызатын болсақ, мынандай дене бар. Оған горизонтальны мысалы 5 ньютон әсер етіп жатыр. Және ол қанша метр жүрсін дейік, мысалы айтайық
4 метр. Ол 4 метр жүрген. Мына суретке қарап біз жұмыстың не екенін бірден анықтаймыз. Ол неге тең? 5 көбейтілген 4, ол тең болады 20 жол. Енді осыны біз график арқылы түсіндіруге тырысайық. Қараңыздар, мынау бізде горизонталь сызық, өйткені 5 тұрақты күш. Мынау бізде 4 бұрыш. 4 бұрыштың ауданын қарайтын болсақ, ол аудан есептейік. Мына биіктігі 5, мына ені 4, мына жер 0 ғой график. Значит, мынаның ауданы тең болады 5 көбейтілген 4, 20 шықты. Көріңіздер, 20, мына жерде 20, екеуі бірдей. Бұл нені білдіреді? Егер бізде күш пен орын ауыстырудың жүрген жолдың графигі берілсе, мына ауданы, сызықтың астында аудан тең болады екен жұмысқа. Бұл жерде түсінетін мағына осындай. Ауданы жұмыс тең болады сызықтың астындағы аудан. Осындай мағына шығады. Бұл әрине қарапайым есеп, тұрақты күш ретінде бердік, түсіну оңай болсын деп. Егер мына сызық қисық болуы мүмкін, мысалы, мынандай тұрақты болмауы мүмкін, ол кезде де маңызды емес, сол сызықтың астында ауданын тапсақ, ол жұмысқа тең болады. Өйткені міне, бұл дәлелі. Мысалы, тағы да бір мысал келтірейік. F пен X-тің графигі берілген. Мынау ньютон болсын, мынау метр болсын. Және бізде мынандай бір график бар. Яғни күш ол 3 ньютоннан басталған, және жаймен деп бір қалыпты көбейген, және ол 7 ньютонға дейін өскен. Яғни мынау тартып жатқан күшіміз өзгеріп отырған. 3 ньютоннан бастап 7 ньютонға дейін. Және осы аралықта ол 2 метр жүрген болсын. Сұрақ, жұмысты анықтаңдар. Біз мына теңдеуді қолданып, күш көбейтілген x-ті бірден бұл теңдеуді қолдана алмаймыз, өйткені мына күш тұрақты емес. Алдыңғы есептерде күш тұрақты болды, сондықтан оңай болды. Тұрақты санды көбейтеміз жүрген жолға. Бірақ мына жағдайда күш өзгеріп отыр. Демек, мына методқа біз сүйенеміз. Яғни, мына сызықтың астындағы ауданын есептейміз, ол ауданы тең болады жұмысқа. Енді бұл көріп отырсыздар, бұл математикада геометрия бұны трапеция дейді. Егер трапецияны білмесеңіздер, бұл форманы екіге бөлуге болады. Мына жері 4 бұрыш, мына жері 3 бұрыш. Екеуінің несін ауданын тауып қоссаңдар болады. Ең қарапайымы, егер трапецияның ауданын білмесеңдер. Мына 4 бұрыштың ауданы неге тең? Мына жағы 3 көбейту 2, яғни тең болады 6. Мына 3 бұрыштың ауданы, мына жері бізде 4 болады. Өйткені 7, 3 айырмашылық 4 қой. Мына жері 2, мына ұзындық. 3 бұрыштың ауданы неге тең? Мына жердің 4 көбейткен 2 бөлінген 2, яғни бізде 4 шығады. Жалпы ауданы, ол 4 бұрыштың ауданын қосамыз, 3 бұрыштың ауданы неше шығады? 10. Демек, мына күштің жасаған жұмысы тең болады 10 жол деп айта аламыз. Яғни, кейбір жағдайда график методтарында аудан методын қолданып бірден жұмысты анықтауға болады екен.